Сәлем достар, бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын запеканканың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек қант, жүгері крахмалы, жұмыртқа, асқабақтың пюресі. Асқабақтың пюресін, жұмыртқаны, қантты, жүгері крахмалды бір ыдысқа салып араластырамыз. Екінші салмасы бізде творогтан болады. Оған керек творог, жұмыртқа, қант, жүгері крахмалы, қаймақ. Мен творогты блендерден өткізіп алдым, пастообразный масса болуы үшін. Творог, жұмыртқа, қант, жүгері крахмалы және қаймақты бір ыдысқа салып араластырамыз. Міне осында екі біркелкі масса шығады. Форманың астына менде 24 см диаметрде пергамент қағазын төсейміз. Бір үлкен қасықтан зебра тәріздес екі массадан кезек-кезек салып отырамыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Шамамен 50 минуттан кейін запеканкамыз қатқан кезде беті, оның үстіне құятын заливка дайындаймыз. Оған керек асқабақ пюресі, жұмыртқа, қаймақ, қант. Барлық ингредиенттерін бір ыдысқа салып араластырамыз. Міне осылай беті қатқан формамыздың үстіне құямыз. Тағы да 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің керемет дәмді асқабақ қосылған запеканкамыз дайын болды. Қараңыздар, қандай нәзік болып кесіледі, дәмі енді түлейеді. Ортасын қарасаңыздар, енді слой болып әдемі зебра тәріздес болады. Енді асқабақ қосылды деп те айта алмайсыздар, өйткені творогпен күшті үйлесіп, дәмі бір тәтті болып келеді. Асқабақ деп те айта алмайсыз ғой. Енді осы рецептпен жасап көріңіздер, оңай әрі тез жасалады және де дәмді. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Рахмет.